Біздердің бір қателескендеріміз ол деген интернеттен алдық қой білімді. Ол кезде Халил тыңдадым басында. Одан кейін Дарын тыңдадым. Кассески тыңдадым. Рабохолик деген болатын. Қандағашта деструктивті діни ағымның әмірі болған Ерболат Іздіков қазір түрмедегі көп сотталғанның бірі. Еркош Брат деген лақабатпен танылған ол, оңды-солды пәтуа шығарып, зайырлы қоғам принциптеріне қарсы шыққан. Мешіттегі имамдарға иланбай, жамағат арасына жік салады. Іздіков алаш баласын адастырып, терроризмді насихаттаған үшін сот үкіммен абақтыға 5 жылға аттанды. Менің бұлай діни сауатым жоқ. Мысалы, мен араб тілін білмеймін, мен бір ғалымдардың білім алған жоқпын, медресе, үлкен университеттер бітірген жоқпын. Неге сол кезде мен мысалы ескерткен кезде, тоқтаған кезде мен тоқтамадым. Жаңа шатастырма, ешкімді бірімен фитна қылма, бүлік қылма деп. Ерболаттың әкесі ертеректе сырқаттанып, бақилық болыпты. Үйдің үлкені анасына көмектесем деген желеумен университеттегі оқуын тастайды. 19 жасында дінді интернеттен үйреніп, айналасына жұмыссыздықтан қажыған, әлеуметтік қиындықтарды жеңе алмай, ерік жігері жасағандарды топтастырады. Өзін әмір етіп тағайындап, экстремистік идеяның дәнегін себе бастайды. Имамдарға жаңағыдай тіл тағызып, пасық бұл күнәһар деп имамдардың артына үймей бастадық. Ондай уақыттар өтті басымыздан. Такфир мәселесін ұстандық. Одан кейін жаңағыдай ниқаб дейді, қара киініп жүрдік, әйелдеріміз мысалы. Анамыз талай жылаттық, өзім басымнан өтті, мысалы, ет жемеймін, мысалы. Мамам ет жемеймін, мысалы, намазхан соймаса деген сияқты мәселелер. Бір адам бір амал жасамады, немесе бір адам бір ауыр күнәні жасады дегеніміз үшін бір адамды күпірлікке шығаруға болмайды. Күпірлікке шығарсаңыз, егер ол адам расында Алла Тағала тарапынан кәпір болмаса, ол күпірлік сіздің өзіңізге қайтып келеді деген пайғамбарымыз. Кезінде өзін мақтап, өзгені даттап, намаз оқымағандарды тозақтық деп қоғамға кекпен қараған Іздіков қазір көппен бірге қапастың бұламығын талғажау етуде. Қоғамдық жұмыстарға жегілген. Осы нәрсені адамдарға дұрыс емес интерпретация жасаған. Осыдан кейін адамға жау болу, жеке тұлғаға жау болу, жақындармен қарым-қатынастың үзілуі, тарихтан жеркену, мемлекеттен бас тарту деген нәрсенің барлығының өршуі осы жерден басталады. Балам сұрақ қойса, әке сен қайда болдың осындай уақытта, мысалы 5 жыл бойы. Мысалы, Алла сақтасын, қазір естіп жатырмын, мысалы, аурудан қанша адамдар денеден өтіп жатыр. Қой дегенде қоймаған, қор болғанда қояды дейді, саласы бар шамалы бір біздің Алланың берген сынағымен ес жинап жатырық та осы мәселеде. Қазір өкінесің, әлбетте осы бір қателіктер болған. Бесаулында, Ақтөбе қаласында күрделі жұмыстар жүргізді. Соның нәтижесінде қазіргі таңда бүгінгі Ақтөбе облысында жалпы діни ахуал тұрақты. 4 жылда ешқандай терактіде ешқандай орын алған жоқ. Ол үшін арнайы біздің мамандар жұмыс жасап жатыр. Кадрлар білімді болса, соғұрлым діни ағым мүшелеріне қарсы ақпарат айта аламыз. Іздіковтің 2 отбасы бар. Бірі заңды, ал екіншісі азаматтық неке. Қос келіншегі де жолдасының діни көзқарасына байланысты жұмыс істемейді. Сондықтан 2 әйел мен 6 немерені жеткізу 60-ты алқымдаған анасының мойнында. Өз анасының алғысын алмаған Ерболат өзге аналардың да қарғысына қалдым деп қазір налып отыр.